Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін мен мектеп психологының жылдық жоспар туралы айтқым келіп отыр. Өйткені маған көп жеке медиа, WhatsApp-қа да сол сауал көп түседі. Қалай жылдық жоспар жасаймын, не істеу керек, не қою керек? Бұл жерде енді дайын ответ жоқ, дайын шаблон жоқ, сондықтан мен былай айтқым келеді. Қалай жылдық жоспар жасау? Біздің 5 бағыт бар, біздің 5 бағытымыз бар. 9 айымыз бар. Сол 9 ай 3 білім беру процесіндегі 3 түрлі адамдармен теке, 3 түрлі адамдар, яғни ата-анамен, баламен, мұғалімдермен жұмыс бар. Все болды. Яғни қыркүйек айында сіз 5 бағыт бойынша не істейсіз? Диагностикада не істейсіз, профилактикада не істейсіз, кеңес беруде не істейсіз, соның бәрін тізіп жазып шығасыз қыркүйек айына. Ата-аналармен не істейсіз, балалармен не істейсіз, мұғалімдермен не істейсіз. Енді бұл жерде көбінде біздің басты клиентіміз ол бала болғандықтан баламен жұмыс басымдау болады. Ата-анамен, мұғаліммен жұмыстар мысалы бір іс-шара болса жеткілікті. Мен көбінде мектеп психологтарының жоспарларын көрдім. Енді ужас ана жоспар 50 бет, 60 бет, оның бәрін бір жылда орындау мүмкін емес. Сондықтан орындалатын дүниені жазу керек. 5 бағыт бойынша, мысалы диагностика бойынша ата-аналармен, балалармен, мұғалімдермен не істейсіз, профилактика бойынша не істейсіз, сол сияқты 5 бағыт бойынша жазып шығасыз ішінде. 3 бағыттағы адамдармен 5 бағыт бойынша психологтың жұмысы и әр айға, қазан айында сіз не істейсіз. Соның бәрін жазып шығасыз бағандарға. Міндетті түрде іс-шараның атауы, мақсаты неде, қай күні болады, кім оған жауапты, соны жазып шығасыз. Болды, ол қиын емес. Ендеше соның ішінен сол жоспарды қалай жасалынды, сол жоспарға байланысты отчет жазылады. Егер сіз 50-60 бет жоспар жазатын болсаңыз, онда отчетыңыз 500 бет болу керек. Сондықтан сіз отчетта нақты не жасалды, сол туралы жазуыңыз керек. Ол үшін жоспарда нақты болу керек. Ендеше осы жерден айлық жоспар шығады сізде. Қыркүйек айы деген кезде, қыркүйек айында сіз неше іс-шара жасауыңыз керек, сол шығып тұрады көздеріңіздің алдарыңызда. И ол айлық жоспарда барлығын қамтисыз. Ендеше апталық жоспар деген бар. Апталық жоспар деген мен сіздерге былай лайфхак айтайын. Күнделік бар ғой, кәдімгі күнделік, кеңес өкіметінен келе жатқан күнделік. Сол бойынша 6 күнді, 5 күнді, 5 күндік қой енді жұмыс. 5 күнде сіз не істейсіз? Сол айлық жоспарыңыздан апталық жоспар шығарасыз. Яғни алдымыздағы аптада қандай жұмыстар тұр, например. Дүйсенбі күні осы іс-шара, сейсенбі күні осы іс-шара деп іс-шараларды сіздер жазып қоясыздар. Сол кезде сізде жылдық жоспардан айлық жоспар шығады, одан кейін апталық жоспар шығады. Мен өзім күнделік үлкен А4 дәптерім бар, соны 6-ға бөлемін, күнделік сияқты қылып, и алдымдағы аптада мен не жасаймын, понедельник не жасаймын, вторник, среда, четверг, пятница не жасаймын, соның бәрін жазып қоямын. Бұл не үшін керек, құрметті психологтар? Чтобы жұмысқа келгенде не істейтінін білмеймін деп те айтатын әріптестер бар. Неше жыл стажы бар болса да, мен келгенде мен не істеуім керек, не қоюым керек, мен соны білмеймін деп айтады. Егер сізде жоспарыңыз алдыңызда тұратын болса, қалай не істейтінді білмеймін деп айтылады. Өйткені жоспар бойынша сізде іс-шаралардың бәрі тұрады. Әріптестер былай айтқым келеді мен. Мысалы апталық жоспарда, мысалы понедельник күнге 10 іс-шара жоқ менде. Максимум сол жоспар бойынша бір нәрсе болуы мүмкін. Вторник бір нәрсе болуы мүмкін. Яғни жоспардан бөлекте күнделікті өмірде әртүрлі жағдайлар болады, шаралар болады дегендей, соларға орын қалдыру керек. Және енді бұл жерде жоспар 100% орындалмауы мүмкін, ол кешірімді. Паретто заңы бар ғой, енді 80% орындалса, онда сіз жылдық жұмысыңызды, алға қойған жоспарыңызды орындады деген сөз. Енді әртүрлі жағдай болады, 20%, енді әртүрлі жағдайларға байланысты орындалмай қалуы мүмкін. Сосын мына жерде бір әріптес екінші әріптестен жылдық жоспар сұрап жатады ғой, осы жерде чатта енді көбінде, психологтардың чатында. Мен бұл жерде былай айтам, әр мектептің өзінің ерекшелігі бар, әр мектептің өзінің
ерекше мақсаты болу керек. Мысалы сіз былтыр 1 жыл бойы психологиялық қызметті сол мектепте орындаған кезде сізде қордаланып қалатын мәселелер болады. Яғни алдағы оқу жылына байланысты. Мысал ретінде айтайын, сізде былтырғы жылы кәсіби бағдар бойынша жұмыс әлсіз болды. Әлсіз болғандықтан көп балдар өздеріне қажетті ақпаратты ала алмады, қажетті тренингтер өткізілмеді. Соның салдарынан аналитика жасайсыз ғой. Соның салдарынан мысалы жылдағыдан қараған кезде 20-30% балалар өз мамандығын таңдауда қиналды және жоғары оқу орнын таңдауда қиналды. Сондықтан оқуға түсті немесе басқа мамандықты таңдауға тура келді. Яғни сізде отчет, былтырғы жылдың мектептің отчеты болады, сіздің отчетыңыз болады. Соған қарай алдағы оқу жылға қандай жоспар құру керек? Қандай мақсат қою керек? Мысалы, енді былтырғы жылы сізде кәсіби бағдар әлсіз болса, осы бір жылға сіздің мақсатыңыз жоғары сынып оқушыларына кәсіби бағдар беру. Ол үшін мысалы диагностика қандай болады, профилактика қандай болады, соның бәрін жазып шығасыз. Сол сіздің мақсатыңыз болады. Әрине, сіз сол мақсатты жақсы орындауға, сол былтырғы жылмен салыстырғанда осы жылдың балдар өзінің кәсіби бағытын табу үшін проценті көбейсе, онда сіз жұмысыңызды нәтижелі жасадыңыз деген сөз. Бірақ ол тек қана кәсіби бағдар бойынша жұмыс жасау емес, сіз яғни барлық мектептегі білім беру процесі қатысушыларымен жұмыс жасайсыз. Дегенмен негізгі мақсатыңызды орындадыңыз. Сол үшін бұл жерде басқа мектептің жоспарын алу ол деген дұрыс емес деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.